Сәлеметсіздер ме? Бүгіннен бастап текше жүргізу сабағын өтетін боламыз. Алдарыңызда мен Жеңіс Құрман Жеңісұлы. Текше жүргізуден бұрын Тиньохау және Фухау деген немен екенін білейік. Екеуінің парқы, яғни екеуінің қызмет жақтарында парқ болады. Тиньохау дегенді негізінен жеке адамдар немесе бір кішкене органдар істесе болады. Яғни бір магазиндер, не болмаса кішігірім бір фото салондар деген сияқты кішкене орындар істетеді. Ал Фухау болса серіктіктер істетеді. Үлкен серіктіктерге де кім істетеді. Ал енді екеуінің мына хабарлама жіберу тәсілі ұқсамайды. Тиньохау болса, Тиньохау деген бір құжат қалтасы бойынша жібереді ғой әдетте. Соның ішінде қарасаңыз қалың текше бар. Ал енді Фухау болса, сіздің досыңыз ретінде, досыңыз сияқты достар қатарында сізге хабар жолдай алады. Ал енді әр жолғы топтық жолдау рейс санды ұқсамастық болады. Ал мына Тиньохау болса, әдеттегі текше болса, күніне бір тал жолдай аласыз. Ал Фухау болса, оны бір айда 4 рет, яғни аптасына 1 рет жолдай аласыз. Ал Вишин Жуфу ашқан кезде де парқ болады. Тиньохау болса, рынжын қылсаңыз да, қылмасаңыз да аша алмайсыз. Ал Фухау болса, Фухауды сөзсіз рынжын қыласыз. Рынжын қылғаннан кейін Вишиннан ақша төлеу, яғни ақша төлеуді басқара аласыз. Онда біз қалай жусы қылуды көрейік. Біз алдымен ең қарапайым Тиньохаудан бастайық. Яғни әдеттегі қарапайым текше өздеріңіз көріп жүрген. Оны міне MP Weixin QQ.com деген осы сайтқа кіріп жусы қыла аласыз. Мен қайта ашайын. Міне осыған кірсеңіз мынандай шығады. Содан кейін астына қарасаңыз міне Лизи жусы деп тұр. Басасыз. Соның ішінен талдайсыз. Міне мына біріншісін талдайсыз. Мына жерге хат сандығыңыз жазасыз. Мысалы, QQ.com бола ма, 163.com бола ма, осындай бір хат сандығыңыз жазасыз. Содан кейін мынаны Жихо дегенді басасыз. Бассаңыз, сіздің мына хат сандығыңызға бір 6 орынды енжіңма барады. Осыны әкеліп, мына жерге шаптайсыз. Содан кейін 6 орынды санды мына жерге жазасыз. Яғни бұны өзіңіздің телефоныңызда ма, жоқ компьютерден ашасыз ба, хат сандығын ашасыз. Соның ішінде тұрады. Одан мимаңызды белгілейсіз. Бұлай мимаңызды жазасыз. Одан кейін дұрыс белгісін басып, жусы қылғанды бассаңыз, ішінде материалдар бар бет шығады. Мысалы, біз біреуіне кіріп көрейік. Өстіп бассаңыздар жусы болып кетеді. Жусы болғаннан кейін ішіне кіресіздер. Мынандай шығып тұрады. Содан Вишиніңіз арқылы телефоныңызға, яғни қолыңызға телефоныңызды алып, Вишиніңізді ашып, оң жақ үстінде сау деген бар. Соны басып саулық аласыз.
Содан кейін сіздің жаңағы жуысығылған текшеңізді талдайсыз. Яғни, мен мына біреуін талдайын. Осының ішіне жазсаңыз да болады, немесе міне жерден де жазуға болады. Егер телефоныңыздан жазсаңыз, телефоныңыздан жазып, ішіне кіресіз, ал біз міне жерден жазайық. Не екілік, ал енді мынау. Дыңлу дегенді басасыз, жаңқау мимаңыз жазып. Оқсас, бұда да бітіп саулы қыласыз. Мен телефоннан істеп отырмын, сіздер де өз телефон арқылы саулы қыласыздар. Содан ішіне кіресіздер. Содан міне дыңлу болды. Болғанайын ең алғаш кірген кезде мына теңшеуліктердің ішіне кіресіздер. Осы текшенің теңшеуліктеріне. Содан бас сурет мына жерден алмастырасыздар. Міне талдаған кезде міне айына тек 5 рет өзгертуге болады бас суретті. Ал енді әртүрлі саяси, одан кейін бір сары түсті сондай суреттер шығаруға болмайды. Одан кейін шыңқыдан өткеннен кейін барып істете аласыз. Суреттің форматы болса BMP, JPG, JPEG, JPG, JIP, PNG. Одан 2 MB-ден асуға болмайды. Bir суретті талдайсыз. Мысалы, мына сурет болсын. Содан кейін шайбу деп өзіңіз басасыз. Міне мынандай болады дейді. Содан үшке дейінді басасызсаңыз болды. Шыңқыдан өткеннен кейін өзі теңшеліп қалады. Одан атын мына жерден өзгертуіңізге болады. Текшеңіздің аты болады. Одан вишин қауыңызды да осы арадан ең алғаш мен өзгертіп тастағым ғой. Ең алғаш кірген кезде осы жерден өзгерте аласыз. Ал мына жерде екілікті түсіріп алсаңыз болады. Одан міне түсіндірмелерге өзіңіздің не мазмұнда шығармақшы болсаңыз, соны өзгертіп жазуыңызға болады. Оның барлығы осы арада. Одан рынжын қылсаңыз да болады. Бірақ мына ұқсап ең алғаш гірін қып құра салған кезде рынжың болмайды. Рынжың қылу үшін еңе жыжау деген нәрсе керек. Оны тордан арнаулы бітіресіздер. Бітіргеннен кейін осы еңе жыжаудың атында текшені ашасыз. Сонда ғана рынжың боп, міне жерінде рынжың деп шығып тұрады. Ал қалған осылай. Ал мына астындағы жаңғауды көшіру бұл болса, кейін адам толғанай, мысалы өзіңіз істеткіңіз келмесе, осы араны басу арқылы көшір аласыз. Одан да барлығы мына жерде тұр. Вухауды да дәл солай бағанағы бас бетінен жуысы қыла аласыз. Рынжын қылғанды сөзсіз еңе жыжау арқылы жуысы қыласыз. Ал рынжын қылынбағанда өстіп өзіңіз жекелігіңіз арқылы жуысы қыласыз. Ішіне шымфынжың, одан кейін телефон нөмірлеріңіз барлығы өз атыңызда болу керек. Әрі өзіңіздің қолыңызда істетіп отырған виш атыңызға байланған болу керек. Ал виш атыңыз болса, банке карточкасына байланған болу керек. Одан кейін адам саны мына жерден күнделікті адам санын хабарларды бәрін көруге болады. Бүгін 7 адам кетіп қалды дейді. Ал енді жаңадан қосылғандар 137, жалпы оқырман саны 5359 дейді. Ал бұл адам жалпы оқырман саны 500-ден асқан кезде сіз Liuliangzhu деген нәрсе аша аласыз.
Liuliangju'da ашқан кезде мына жерде ашу дегенді төте бассаңыз ашасыз. Одан кейін мына жерде мынандай шығып тұрады. Осы жерден өзіңіздің материалдарыңызды толтырасыз. Ал бұл Liuliangju неге керек деген кезде текшелердің астында әдетте жарнама тұрады ғой. Сол жарнама арқылы сізге кіріс түседі. Біраз ақша түсіп тұрады. Жарнаманы бір адам басса 10 тиын, ең аз болғанда бір 5 тиын түсем екен. Әйтпесе көп болғанда 1 юан керектін түсетіндер бар. Сонда күніне егер 5000 адамыңыз болып, күніне жарнаманы 10-20 адам басып тұрса, сізге тәуір ақша түсіп отырады. Ода міне мынаны басасыз. $500 адамға толғаннан кейін барып ашасыз. Сода міне жерге атыңызды, анамынадарыңызды толтырып, одан кейін мына жерде бәрін айтып қойған. Осылардың бәрін толтырып, шерінді бассаңыз, Liuliangju'ңыз карточкаңызға ай сайын ұрылып тұрады. Бастапқы 1-2 айда ұрмауы мүмкін. Өйткені сіз жаңадан ашқасыз, бірақ сіздің ақшаңызды толықтай ұрып отырады. Вишинхау теңшеуді көрдік, суретті көрдік, екілігіңізді міне жерден көресіз. Мына теңшеуліктің ішінде текшенің теңшеулігі, соның ішінде міне екілікті түсіріп алу. Міне жомиянға сақтайын. Бұлай түсіріп аласыз. Бұл неге керек дегенде, достық шеңберіңізге шығарып, не достарыңызға жолдап, осы текшеге тіркеліп алыңыздар. Не болмаса, осы жазған мақалаңыздың астына қойып қоясыз. Мұны әзір осы жерде тұра тұрсын. Суреттеріңіздің бетіне міне жерден шүйін ұруыңызға болады. Шүйінді мен қоспа деп теңшеп тастағам. Яғни міне жерінен теңшейсіз міне. Вишинхау десеңіз міне. Сіздің жазып қойған нөмеріңіз міне жерден көрінеді. Одан осының аты бойынша десеңіз міне. Аты тұр. Аты бойынша. Ал қоспа десеңіз міне суреттерде ешқандай жоқ. Ал енді міне. Елдер бұлай сіздің осы текшенің аты бойынша іздеп таба ала ма дейді. Иә деп теңшеп тастауыңыз керек. Бізге тауып алғаны жақсырақ қой. Ал мынаны кейінгі басқышта көрейік. Мынау болса, мен әдетте мазмұндарды реттеу үшін мына жерде wish above деген нәрсені орнатып алғам. Мынау үшінші жақ нәрсесі. Мысал барлығының жаңғау мимасын есте сақтау өте қиын. Оны бір жерге жазып аласыз. Мысал текшеңіз көп болса, сол кезде керек. Одан кейін мазмұндарды теңшегенде керек. Одан Сусай Гуани дегенді көрейік. Оны келер сағатта көрейік.